Енді келесі соңғы қадам, үшінші қадам. Бұл қадамда біз кемінде 10 USDT-ге сауда жасауымыз керек. Төменде оң жақта астында активтерді басамыз. Сол кезде бізде актив және аккаунт деген екі бөлім бар. Аккаунт бөлімінде қарасақ, 103.3 USD біздің қаржыландыру шотында тұр. Ал астындағы бірыңғай сауда шоты әзірше бос. Сауда жасау үшін осы қаржыландырудан шамамен 11 USDT-ді мына бірыңғай сауда шотына ауыстыру керек. Ол үшін осы қаржыландырудың оң жағында тұрған, оңға бағыттаған көрсеткіні басамыз, ішіне кіреміз, USDT, соған басамыз USDT-ге. Осы жерден соның төменгі жақта аудару деген бар. Соны басамыз. Аударуда жоғары жағында қаржы тіркелгісі, төменгі жағында бірыңғай сауда аккаунт. Бізге айттым 11 USDT жеткілікті. Соны ауыстырамыз. Енді қайттан артқа оралсақ, міне қаржыландыруда 92 қалды, ал бірыңғайда 11 тұр. Енді басты бетке көшеміз. Осы жерден ортада тұрған таңдаулар, содан кейін ыстық дегенді басайық. Осы жерде көп сауда жүріп жатқан криптовалюталар осы ыстық бөлімінде. Мына жерде енді әртүрлі көрсетілген. USDT, USDC. Біз USDT мен жұмыс істейтін болғандықтан тек қана соған қажетті жұптарды таңдап алсақ болады. Ол үшін төменгі жақта көбірек дегенді басамыз. Кіргеннен кейін мына жерде жұптар қандайдан басталатын таңдаймыз, USDT. Сонда бізге тек қана USDT мен болған жұптарды көрсетеді. Енді мысал ретінде бізге енді көп қажет жоқ қой. Көп жүретін ол биткоин, BTC, USDT жоба. Сол бойынша бір екі ордер қоя салайын. 5.05 көлемде. Мына жерде егер бірден нарық бағасымен сатып алу керек болса, сол жақта сатып алу жасыл батырманы баса салуға болады. Онда ол нарық бағасымен бірден сатып алады. Бірақ біз нарық бағасымен емес, өзімізге ыңғайлы лимиттік бағамен алайық. Ол үшін тапсырыстар кітабына көшу керек. Оң жақта құжаттың суреті тұрған, соған басамыз. Осы жерде міне тапсырыстар кітабын көрсек болады. Сатушылар шамамен 75-90-нан сатып жатыр, 100-ден міне. Ал алушылар 75-90-нан алғысы келеді екен. Мысал ретінде енді мен төменгі жағынан 75-30-дан аламын деп қоя салайын. 5.4 USDT-ге алуға тапсырыс берейін. 75.030 доллардан сатып алу деп басам. Мақұлдау тұрды. Сатып алу. Міне ордер сәтті жіберілді дейді. Міне төменгі жақты қарасақ, мына жерде сол ордеріміз тұр. Тағы да бір төменірек қояйын. Мысалы, мына жерде ең төмен болғаны 74.873 екен. 74.900-ден қоя салайын, тағы бір ордер қалған. 74.900. Бұл жерде қалған барлығын қоя салуға болады. 11 доллардан қалған 5.16. Мына жерде ортада мына думалақты көрдіңіз, соны соңынан тартсаңыз, қалған барлығы ақшаға алады. Соны сатып алу деп басамыз. Міне осылай мына екі ордер жасадық. Енді осылардың орындалғанын күтейік. Қайсысы орындалады? Орындалып болғаннан кейін қайтадан осында кіріп, сатуға көшіп, осы жерден жоғары жақ бағаны көрсетіп сатуға болады.